Баршаңызға сәлем. Біз бүгін палау жасайтын боламыз. Шымкентский палау дейді ғой. Бізге керегі пияз, ет және сәбіз. Осылай пиязымызды майдалап турап аламыз. Әркім қалауынша болса болады. Мен өзім пиязды көп қосамын. Сондықтан пиязды көбірек турағандарыңыз жақсы. Сосын сәбізді мөлшеріне қарай тураймыз. Енді қызып тұрған қазанымызға майды құйып аламыз. Енді қызып тұрған соң бірінші мен пиязды салып қызартып қуырып аламын. Кішкене қарайтып қуырамын. Осылай қозғап тұрамыз. Міне осылай сәл қарайтып қуырдым мен. Өте дәмді шығады қарайтып қуырсаңыз. Енді етімізді саламыз. Осылай бөлшек етіп. Пиязымыздан кейін етті салып қуырып аламыз. Енді тураған сәбізімізді саламыз. Енді мен қызыл сәбіз қостым, менде сары сәбіз болмағандықтан. Сары сәбіздеріңіз болса, тіпті күшті болады, сары сәбіз қоссаңыздар. Осылай тұзымызды қосамыз, 1-2 қасықтай тұз қосамыз. Жасап көріңіздер. Шымкентский палау дейді ғой бізде. Бізде сары сәбіз көбісі қолданбайды, сондықтан қызыл сәбізбен жасадым. Осының үйде де болмаған еді, қызыл сары сәбіз. Сары сәбіздеріңіз болса, тіпті күшті болады. Біраз қуырып, осылай суымызды салып, етіміз бату керек, сәбізіміз барлығы. Қатты жағып, астын газдың бетін жауып қоямыз. 1 сағаттай қайнауы керек, ет піскенше қайнатамыз. Міне, енді зіремізді салып, біраз қайнаған соң. Мейіз болса, мейіз де салсаңыздар болады. Енді күрішімізді салып, демдейміз. Мен өзім 2 килограмм демдеп жатырмын. Күрішті алдын ала жуып, дайындап қоясыздар. Сосын осылай күрішті салып, суы тартылғанша көп қозғамаңыздар. 2-3 рет қозғалсаңыздар жетеді. Аты күріштеріңіз езіліп кетеді, қаупі бар. Астын үстіне қаратып, осылай күрішіміз пісіреміз. Суы тартылған соң демдейтін боламыз. Айтпақшы достар, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Суы тартылып, енді майын бетін жауып демдеп қоямыз. Міне, әдемі палауымыз дайын болды.